Қайрат Аманжолұлы физика профессоры. Университетте 25 жылдан аса жұмыс істеп келеді. Кафедра меңгерушісі. Ғылыми атағы көп, студенттер алдында беделді. Бірақ сырт көзге көрінбейтін шындық тым тереңде. Кафедраға жыл сайын келген жаңа студент қыздар оған ерекше назарда. Бұрыннан қалыптасқан жүйе бар. Әр жылы ол біреуді таңдайды. Көбіне үндемейтін, қарапайым, жақсы оқитын қыздар. Биылғы нысана Дина, 2 курс студенті. Тыныш мінезді, өте ұяң. Бір күні лекциядан кейін: Дина, сенде ерекше қабілет бар. Ғылыми топқа қосылғың келеме? Қыз қуанып басын изейді. Қайрат кабинетке шақырады. Алғашқы кезде жай ғана есептер, сұрақтар. Кейін жеке кеңестер. Сосын кофе ішейіккен ұсыныс. Жұмсақ, қысымсыз, бірақ бағыт белгілі. Күндердің бірінде профессор кабинетінің есігін ішінен жауып қояды. Сенің көзің ерекше. Маған ұнайсың, Дина. Қорықпа. Қыз тоңазып кетеді. Жоқ, мен бұлай. Баға ше? Ғылыми топ ше? Мен көмектесе алам. Дина үнсіз қалады. Үнсіздік келісім секілді. Сол түні профессор оны үйіне шақырады. Қыз қорықса да қарсы келе алмайды. Ата-ана жоқ. Жатақханадан қысым бар. Профессор билік. Ол біледі. Түн өтеді. Дина үндемейді. Таңда оның телефонына сені ешкім білмейді. Уайымдама деген хабарлама келеді. Сол семестрде Дина өте жақсы деген бағалады. Бәрі ойдағыдай. Бірақ артынша бәрі өзгереді. Дина өз-өзімен оңаша оқшауланып кетеді. Сабағын тастай бастайды. Бір күні аудиторияда талып қалады. Медпунктке түскенде психолог шақырылады. Қыз сөйлейді. Жылап үзіліспен: мен жоқ деген жоқпын. Бірақ иә да демедім. Ол ұстазым еді. Психолог естіп университет басшылығына мәлім етеді. Бірақ дәлел аз. Тек сөз. Жаңа проректор Айгүл Нұртайқызы өзі іздеп көреді. Профессордың бұрынғы студенттерімен байланысады. 1-2 қыз сөйлесуге келіседі. Иә, ол маған да ұқсас ұсыныс жасаған. Мен үндемедім. Солай өттім. Анонимді шағымдар көбейе бастайды. Тексеру басталады. Пошта, әлеуметтік желі, баға журналдары. Бір файл табылады: жеке тізім, студент есімдері, ерекше көзқарас, жеке кездесу уақыты деп жазылған. Бұлтартпас айғақ. Қайрат Аманжолұлы тергеуге алынады. Мен ешкімді зорлаған жоқпын. Ешкім мәжбүр болмады. Бірақ сіз ұстаз едіңіз. Қайда қалды педагогтың этикасы? Сот басталды. Университет оны жұмыстан шеттетті. Бақта шу шықты. Қызқұмар профессор, ғылымның көлеңкесі, академиялық зорлық деген тақырыптар пайда болды. Дина оқуын жалғастырмады. Басқа қалаға кетті. Күйзеліс, үнсіздік, қорқыныш. Профессор ауылға көшіп кетті. Үйіне шықпайды. Қабырғада дипломдар. Төменде күңгірт теледидар. Өткен өмірдің айғағы, жылап жүрген студенттің бейнесі ғана көз алдында қайта-қайта оралады.